Қазақ жері қонақжай төрдің жері, қазақ елі қас сақтай ердің елі. Толқындата тарихтан қуғын көрген, баршалыққа құт мекен болған еді. Қазақстан халқының достығы еліміздің баға жетпес байлығы. Біз қазақстандықтар тек қана бір ғана тілді адамгершілік келісім тілін түсінеміз. Кәкім Абайша айтатын болсақ, әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі онымен бірдей дағуасына кіреді деген. Яғни, кез келген ұлттың тілін меңгеріп, өнерін үйренген адам сол ұлтпен жақындасады және өзін еркін сезініп, сол ұлттың қамын ойлай бастайды. Краснояр қалалық кітапханасы қорында ұлтаралық достыққа арналған әдебиеттер бар. Мен сіздерді сол әдебиеттермен таныстыратын боламын. Қазақстан қара шаңырағым атты фотоальбом құрастырған Самат Құсайынов. Арна баспасынан 2015 жылы басылып шығарылған. Ақмола достық пен келісім өлкесі. Үш тілде қазақша, орысша, ағылшынша Ақмола облыстық этностарының өкілдері облыстың қоғамдық, саяси, әлеуметтік, экономикалық және мәдени даму процесі тиімді таратылған. Қазақстан өзбек халқының мемлекет тарихындағы рөлі. Үш тілдегі фотокітап 2018 жылы Куртип баспасынан шыққан. Қазақ пен өзбек қарым-қатынасы тамыры терең ғасырларға таратады. Бізде ортақ дүниетаным, ортақ мәдениет, ортақ дін мен ортақ дәстүр бар. Өзбектің ұлы ақын әрі философ Әлішер Науи айтпақшы, қасиетті достық танымағандар бос нәрсеге тең. Мекенім Қазақстан, құрыштай қойып қойған, қылыштай іліп қойған, намыстың тарап қойдан. Құлшынып еңбектенем, малшынып терге бөгем.